Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін 136-шы сабақта біз теңдеулерді түрлендіру тәсілімен шығаруды өтетін боламыз. Бірінші есепте бізге өрнектерді ықшамдап күн жүйесіндегі ғаламшарлардың суретін атаумен сәйкестендірдік. Бізге планеталар берілген 8, соның қасында 8 өрнек тұр. Сол өрнекті ықшамдасақ, төмен жақтағы кестеде бізге планеталардың атаулары берілген. Енді біріншіден бастайық. 52А қосу 32А алу 4 дейді. 52 мен 32-ні қосамыз, 84 алу 4. Яғни бұндай өрнек астында уран деп тұр. Енді 10А көбейтілген 3, бұл дегеніміз 30А болады. Нептун екен. 25А қосу 35А алу 20А. 25-ке 35-ті қосып, одан 20-ны аламыз, сонда 40 ол шолпан. 10А алу А қосу 7А, бұл 16А болады. Бұл жер екен. 52Х қосу 32Х алу 4, 84Х алу 4 Меркурий. 4Х көбейту 6 көбейту 10, бұл 240Х Юпитер болады екен. 4 көбейтілген Х көбейту 9, бұл 72Х Сатурн. 42Х алу 24Х қосу 2, бұл 18Х қосу 2, бұл Марс екен. Есіңде сақта, егер теңдеулердің оң және немесе сол жақ бөлігінде түрлендіруге болатын өрнек бар болса, онда алдымен өрнекті ықшамдаймыз, содан кейін ғана теңдеулерді шешуге кірісеміз дейді. Оны мысалы екінші тапсырмада көрсек болады. Мысалы теңдеулерді шеш дейді. 5х қосу 2х тең 49 болады екен. Теңдеулердің сол жағын ықшамдауға болады. 5х пен 2х-ті қосып аламыз, сонда 7х болады. 7х тең 49. Енді белгісіз көбейткішті табу ережесі бойынша жай теңдеуді шешеміз. Енді 7 көбейту х қоя, 7х дегеніміз. Енді бұл жерден х-ті табу үшін 49-ға 7-ні бөлеміз. Сонда х-міз 7 болады екен. Енді тексерейік. 5 көбейтілген 7, х-ның орнына 7-ні қоямыз. Қосу 2 көбейтілген 7 тең 49 болады. 5-ті 7 көбейтсек 35, 2-ні 7 көбейтсек 14, 35 пен 14 болса 49, яғни 49 тең 49. Енді тура осылай теңдеулердің сол жағын ықшамдап есептерді есептеп шығарайық. 25y қосу 75y тең 800 дейді. 25y пен 75y қосамыз, 100y тең 800. Енді y-ті осыдан табу үшін 800-ді 100-ге бөлеміз, сонда y-іміз 8 екен. Енді 8-ді y-тің орнына қойып шығамыз, сонда 800 тең 800 болады екен. Енді екінші есепте 450А алу 300А тең 600 болады екен. Енді ықшамдағанда біз 150А тең 600-ді аламыз. Енді y-іміз 4-ке тең болады, 600-ді 150-ге бөлсек. Енді орнына қоямыз, 600-ді 150-ге бөлсек, а-мыз 4-ке тең болады екен. Енді 4-ті а-ның орнына қойып шығайық. 450 көбейту 4 алу 300 көбейту 4 тең 800. Енді 454 көбейтсек 1800 алу 1200 тең 600. Яғни 1800-ден 1200 алсақ 600. 600 тең 600. Енді үшінші есепті қарайық. Есеп бойынша теңдеулердің қалай құрылғанын қара, оны шеш дейді. Күн жүйесі бейнеленген плакат күн жүйесінің макетінен 9 есе арзан. Екеуі бірге 8000 теңге тұрады. Плакаттың бағасы мен макеттің бағасын анықта дейді. Талдау жасап теңдеу түрінде жазамыз. Бізге екеуінің бағасын білу керек, плакаттың және макеттің. Енді плакат x теңге тұрады екен, ал макет одан ол 9 көбейту x болып тұрады, өйткені ол 9 есе арзан болып тұр. Енді екеуі бірге x қосу 9x теңге тұрады. Белгісіз x қосу 9x. Енді есептің шартында екеуі бірге 8000 теңге тұрады делінген. Яғни біз теңдеу құрастырамыз. x қосу 9x тең 8000 теңге. Енді шығарайық ары қарай. Бірінші ықшамдап аламыз. X қосу 9x 10x болады, тең 8000 теңге. Енді x тең 8000 бөлу 10. Енді осыдан x-міз 800 теңге болады. Енді 800 теңге болса, 800 қосу 9 көбейтілген 800 тең 8000. Енді 9 көбейтілген 800-міз 7200 болады. 800 қосу 7200 тең 800 болды. Яғни 8000 тең 8000. 800 емес 8000 баға ренжімеңдер. Енді жауабы плакаттың бағасы 800 теңге, ал макеттің бағасы 7200 теңге болды. Айтып тұр, 9 есе арзан, яғни 7200-ден 9 есе болса, 800 теңге дұрыс екен. Енді төртінші теңдеулерді шешу тәсілін түсіндіріп көрдік. Кейбір күрделі теңдеулерді қосу мен азайту, көбейту мен бөлудің қасиеттерін қолдану арқылы шығаруға болады. Мысалы, x қосу 54 жақшаның ішінде алу 28 тең 38. Теңдеулердің сол жағында тұрған өрнекті ықшамдаймыз.
қосындыдан санды азайту үшін осы сандық қосылғыштардың біреуінен азайтып шыққан нәтижені екінші қосылғышқа қосу керек. Мысалы, x қосу 54 алу 28-ді 54 алу 28 деп азайтып шыққан санды x-ке қоссақ болады екен, 54-тен 28 алсақ 26 болады. Яғни x қосу 26 тең 38 деп. Содан кейін жай теңдеуді шешеміз. Сонда осы жерден x-ті тапсақ 38 алу 26 болады. Сонда x-іміз 12-ке тең екен. Енді тексерейік. 12 қосу 54 алу 28 тең 38. 12-ге 54 қоссақ 66 болады. Яғни мына жерде теңдеуіміз дұрыс екен. Бесінші есепте бізге теңдеулерді шеш деп беріліпті. 2 көбейту 10 қосу x тең 400. Яғни бізге екінші көбейткіш белгісіз болып тұр ғой, 10 қосу x. Соны жақшаны ашып мына жағына шығарамыз да 10 қосу x деп тең деп белгілі көбейткішті бізге теңдіктің мына жағына шығарамыз, бөлу қылып 400 бөлу 2. 10x тең 200 болады. Енді x-ті табу үшін 200-ден 100-ді аламыз. Сонда x-іміз 100-ге тең екен. Енді 100-ді x-дің орнына қоямыз. Сонда теңдігіміздің екі жағы тең болады. 400 тең 400. 200 қосу жақшаның ішінде v қосу 400 тең 1000. Енді бұл жерде жақшаның ішіне аламыз. v қосу 400 тең белгілі қосылғышты теңдіктің мына жағына шығарамыз. 1000 алу 200 деп. v қосу 400 тең 800 болады. Енді 800-ден 400-ді алсақ v-мыз 400-ге тең екен. Бұның орнына 400-ді қоямыз. Сонда теңдігіміз екі жақ тең болады. 1000 тең 1000. Одан кейін 700 бөлу y алу 2 тең 5 дейді. 700 алу y тең 5 қосылған 2 дейміз. Енді 700 бөлу y-іміз 7-ге тең болады екен. Енді y табу үшін 700-ді 7-ге бөлеміз. Сонда y-іміз 100-ге тең болады. 100-ді орнына қоямыз y-дің. Сонда теңдігіміз 5 тең 5 болады. Енді жақшаның ішінде 800 қосу x алу 300 тең 600 дейді. 800 қосу x тең 300-ді 600-дің жанына плюс қып шығарамыз, 600 қосу 300 деп. Сонда 800 қосу x-іміз 900 болады. Енді x тең 900 алу 800, x-іміз 100-ге тең. Енді жақшаның ішіне x қосу x-дің орнына 100 қоямыз. x 800 қосу 100 алу 300. 800-ді 100-ге қоссақ 900, 900-дан 300-ді алсақ 600 болады. Теңдіктің мына жағында да 600. Алтыншы есепті теңдеу құрып шығар дейді. География кабинетіне бір үлкен және бір кішкентай глобус сатып алынды. Кішкентай глобус үлкеннен 3 есе арзан. Егер оларға 16 000 теңге төленген болса, глобустардың әрқайсысы қанша теңге тұрады дейді. Енді жазайық. Үлкен глобус, сұрақ белгісі кішкентай глобуста, сұрақ белгісі бірақ 3 есе арзан. Барлығы 16 000 теңге. Енді шешуі 3x. Балалар, бұл жерде 3x дегеніміз үлкен глобустың, өйткені үлкен глобус 3 есе қымбат болып тұр ғой кішкентай глобус қарағанда. Енді x бұл кішкентай глобус тең 16 000, енді 3x-ке 1x-ті қосақ 4x тең 16 000. Енді x тең 16 000 бөлу 4. Сонда x-іміз 4 000-ға тең болды. Енді 3 көбейтілген 4-іміз 12 000, яғни үлкен глобус 12 000 теңге тұрады екен. Ал x ол кішкентай глобус, ол 4 000-ға тең, яғни кішкентай глобусымыз 4 000 теңге тұрады екен. Жетінші есепте сандарды жаз етілем, цифрларын есіңе түсір, қосымша ақпарат көздерін пайдалан, оның көмегімен 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12 сандарын жазып көр, досыңа жазғаныңды оқуды ұсын дейді. Енді рим цифрларын сендер 2-ші класстан бастап білесіңдер, оны өздеріңде жазылатын шығарсыңдар. Мен сендерге міне рим цифрының қалай жазылатынын көрсеттім. Бұл 2, 3, 5, 7, 10, 12. 8-ші есепте ерекше бір тәсілмен есепті көр дейді. 5-ке көбейтудің орнына 2-ге бөліп, соңына 1-0 тіркейміз, яғни 10-ға көбейтеміз. 25-ке көбейтудің орнына 4-ке бөліп, соңынан 2-0 тіркейміз, яғни 100-ге көбейтеміз. 125-ке көбейтудің орнына 8-ге бөліп, соңына 3-0 тіркейміз дейді. Яғни 1000-ға көбейтеміз дейді. Енді солай көбейтіп көрейік. 164 көбейту 5-ті, 164 бөлу 2 көбейту 10 деп. Сонда 164 2-ке бөлсек 82 көбейту 10, ол 820 болады. 262-ні көбейтеміз 5-ке, тура сол сияқты 262 бөлу 2 тең, көбейту 10 тең 131 көбейту 10 тең 1310 болады екен. Енді 25-ке көбейткенді көрейік. 16-ны 25-ке көбейтсек, 16-ны бөлеміз 4-ке, көбейтеміз 100-ге. Сонда 16-ны 4-ке бөлсек 4, 4-ті 100-ге бөлсек 400 болады екен. 36 бөлу 25-ті тоже солай істейік. 36 бөлу 4 көбейту 100. Яғни 36-ны 4-ке бөлсек 9, көбейту 100, ол 900 болады. 24 бөлу 125-ті 24 бөлу 8 көбейту 1000 дейміз. Тең 24 8-ге бөлсек 3, көбейту 1000, 3000 болады. 48 көбейту 125 тең 48 бөлу 8 көбейту 1000.
48 8-ге бөлсек 6 көбейту 1000 тең 6000. 9-шы есепте ойлан және жауап берді. 9 жолдың торабындағы құдық басында 9 жолаушы кездесті. Олар бірімен бірі түгел қол алысып амандасып шықты. 9 жолаушы бірімен қанша рет қол алысты дейді. Енді құдық басында 9 жолаушы кездесе де, енді айтайық, міне бірінші, екінші, үшінші, төрт, 9-ға дейін. Енді бірінші мен екінші қол алысады. Да, бірінші жолаушы 8 рет алмаса қол алысады да кетіп қалады. Сосын қалған екіншісі қалады. Екіншісі қалғанмен 7 рет амандасады. Ол кетеді. Үшіншісі қалған 6-аумен амандасады, ол кетеді. Төртіншісі қалған 5-еумен амандасады да, ол кетеді. Қалған 3-еумен амандасады, потом 2-еумен алынып 1-еумен кетеді. Енді соның бәрін қоссақ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1-ді қосатын болсақ 36 шығады екен. Яғни жолаушылар бір-бірімен 36 рет амандасқан. 10-шы есепте теңдеулерді өзіңе белгілі тәсілдердің бірімен шешті де, жақшаның ішінде x қосу 340 алу 150 тең 214. Бұл жерде біз x қосу 340 аламыз да, теңдіктің мына жағына екінші айырманы қосамыз, я. Енді x қосу 340 тең 366. x тең 366 алу 340. Сонда x-іміз 26-ға тең болады. Енді 26-ны x-ің орнына қоямыз. Енді астындағы 500 қосу x қосу 140 жақшаның ішінде тең 2056. Енді x қосу 140 тең 2056-дан 500 аламыз. x қосу 140 тең 1556 болады. Сонда 1556-дан 140-ті аламыз x-ті табу үшін. Сонда x-іміз 1416-ға тең екен. Енді 1416-ны x-дің орнына қойсақ, теңдіктің мына жағда 2056 болады екен. Үшінші есеп 800 бөлу y алу 300 тең 500. 800 бөлу y тең 500 қосылған 300. 800 бөлу y тең 800-ге тең болады, 500 300-ге қоссақ. Сонда y-ті табу үшін 800-ді 800-ге бөлеміз. Сонда y-іміз 1-ге тең болады екен. Енді y-ті 1-дің орнына, y-дің орнына 1-ді қойып шығамыз. 800 бөлу 1 алу 300. 800-ді 1-ге бөлсек 800 болады, одан 300 алсақ 500 тең 500. Яғни 500 тең 500. А қосылған 200 бөлу 400 тең 2. А қосу 200 тең 2 көбейту 400. А қосу 200 тең 2-ні 400-ге өтсек 800 болады. Енді аны табу үшін 800-ден 200-ді аламыз. Сонда амыз 600-ге тең екен. Енді 6-ны аның орнына 600-ді қоямыз. Сонда теңдігіміз 2 тең 2 екен.